сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Сендерге көңіл күйлер алайық. Бүгін күнге сіздерге сәттілік тілеймін. Енді балалар, біз еңбекші сора арқылы үй тапсырмасын бір-бірімізге қойып біліп алайық. Бірінші аяғын сен бастайын. Әже деген кім аяғы? Әже деген ол Бірге айтайықшы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде қандай екен балалар? Дұрыс па екен? Жақсы. Бүгінгі күнді алып жазбасақ болады. Біздің балалар сабағымызда мақсат көркем шығарманы кейіпкерлер портретінен сәлеметті арқылы не істейміз? Образын ашамыз. Жақсы. Жазбалар. Енді балалар, тақтаға назар салайықшы. сабақта алып келдім. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымызда оқитын мәтініміздің ішінде осы ұршық жайлы айтылған. Ұршық бұрынғы кезден
ұрпағымыздан келе жатқан еді. Қазіргі таңда бар, бірақ біздің әжелеріміз қате жиі қолданады. Енді ұстап көрсеңдер болады. Жақсы, енді балалар мәтінге оқулыққа қызығып, оқулыққа қарайық, бүгінгі тақырып. Бірінші мәтінге қараймыз. Енді біз оқылым мәтінін білеміз, бірінші мәтінді. Қалай оқимыз балалар біз? Қараман. Қалай? Бұл бізде сағатымен ауысылады ғой? Оқимыз. Ал, 1, 2, 3 бастаймыз. Даусын шығар. Бірінші бөліп, бірінші бөліп. 1, 2, даусын шығар. Жақсы. Айналамыз. Ішімізден. Жақсы, орнымызға қарай. Әкеп бір-бірімізді. Біз балалар топ басын сайлап алып тұрмыз. Топ басты ақырын өзімізді қайтып отырамыз. Әкеп.